Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дамды, ауызда еритін күлше дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет крахмал, қопсытқыш, қант ұнтағы, пісте май, сары май және ұн қажет. Алдымен еріген сары майымызға пісте майымызды қосып, шанышқы көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болған соң, қант ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз. Кейін қалған ингредиенттерімізді қосып араластырамыз. Қамыр илейміз және өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Кейін шариктер жасап аламыз, барлық қамырымызды бөліп. Шариктеріміздің үстін шанышқымен басамыз. Піскен күлшелерімізді ортасына вареная сгущенка жағып, екі күлшемізді біріктіріп, біріккен жеріне кокосовый стружканы жағамыз. Өте дамды, ауызда еритін болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Мира.